Дүнген мен ұйғырдың қазақ жеріне қоныстану тарих туралы не білеміз? 1897 жылғы санақ бойынша Қазақстан жерінде 56 мың ұйғыр, 14 мың дүнген болса, 1904 жылы ұйғырлар 64 мыңға, ал дүнгендер 20 мыңға жетіпті. Манжы Қытайдың ұзақ жылғы отарлауынан 1866 жылы Іле аймағы азат болды. Әрі Якупбек басқарған 6 шаһар хандығы күшейді. Олар мына жақта қоқандықтармен жақсы қарым-қатынас орнатуға талпынды. Осы тұста оларға сонау Осман сұлтаниятына да қолдау болатындай сыңай көрінді. Осы орайда шығыстан тағы бір мұсылман елі Ал-Шаһар немесе Кіші Бұхара хандығы пайда болса, ол мына жақтағы Ресей көз тігіп отырған мұсылмандар Қоқан, Хиуа, Бұқара тағы да басқа хандықтармен күш біріктірсе, екі отаршыл империя Ресей мен Қытайға тым тиімсіз болар анық еді. Сол себепті Ресей патшасы Қытай билеушісімен келісе отырып, мұсылман халықтардың күш біріктіруіне жол бермеу үшін әрекет жасайды. Сөйтіп, 1868 жылы орыстар Қоқаннан тартып алынған Нарын бойына әскери бекініс салып, Қытай империясына бағынбауға айналған Ал-Шаһар хандығына соққы беруге дайындалады. Орыстың бұл қылығы шығыс мұсылман сұлтандарын ашуландырды. 1870 жылы Іле сұлтаны Әли хан орыс саудагерлерінің құлжаға кіруіне, сауда жасауына тыйым салды. Шиеленіс барысында орыстар Ал-Шаһар және Қоқан Бұхара хандығын байланыстырып тұрған Мұзар ата суын басып алып, керуен жолмен мұсылмандардың рухани байланысын тоқтатып тастады. Бұл орыстардың Іле аймағын басып алудың алғы шарты еді. Сөйтіп, 1871 жылы 15 мамыр күні орыс солдаттары Ілеге шабуылын бастады. 50 күнге жалғасқан шайқастан соң 7360 шақырым аумаққа билік жүргізуші Іле сұлтаны Әли хан орыстардан жеңілді. Арада 10 жыл өткен соң Ресей мен Қытай елі 1881 жылдың 12 ақпанында 20 баптан тұратын Петербор келісіміне қол қойды. Осы келісімнің бірінші бабында Ресей Іле аймағын Қытайға қайтарады, бірақ аймақтың бір бөлігі Ресей қарауына беріледі. Яғни Жәркент өңірі делінсе, 7-ші бабында Қытайға қарсы көтерілісіне қатысқан Іле тұрғындары Қытай тарапынан қудаланбайды және қажет деп тапса, дүние мүлк мен Ресей бақылауындағы қазақ жеріне қоныс аударуға құқылы делінген. Осы Петербор келісімі нәтижесінде 1882-1884 жылдары Іледен 70 мыңға жуық ұйғыр дүнгендер Ресей бақылауындағы қазақ өлкелеріне көшіп келді. Нақты деректер бойынша, ұйғыр ұлтының 9752 отбасы, жалпы саны 45373 адам. Қазақтан 5000 отбасы, 20 мыңдай адам. Дүнген 1147 отбасы, 4682 адам. Қазақияға қоныс аударған болатын. Бұларға патша үкіметі жергілікті тұрғындармен санаспай, қазақ жерінен қоныс берді. Әр ұйғыр дүнгеннің ер азаматына 6-7 десятинадан жер телімі берілді. Ал орыс шаруаларына 20-25 десятина берілді. Ақ патшаның мұндағы мақсаты, біріншіден Қытай елімен саяси шиеленіс туындар болса, ұйғыр дүнгендерді әскери күш ретінде қарсы пайдалануды көздеді. Екіншіден, Ресейдің шығыс өңірінде шоғырланған мұсылмандар күші оңтүстіктегі мұсылмандар қауыммен бірігіп кетпес үшін, патшалық үкімет Іле сұлтандығын жойып, халқын өз бақылауында ұстауды ойлады. Жоғарыдағы көштің легімен 1877 жылы қыста 4000 дүнген Жетісуға қоныстанды. Келесіде тағы бір лек дүнгендер 1884 жылы көшіп келді. 1897 жылғы санақ бойынша Қазақстан жерінде 56 мың ұйғыр, 14 мың дүнген болса, 1904 жылы ұйғырлардың саны 64 мыңға, ал дүнгендер саны 20 мыңға жетіпті. Автор Бекен Қайратұлы. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.